Қайырлы күн достар, бүгін біз жаппасай тамағын да әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге сиыр еті қажет. Сиыр етін майдалап, кішкене төрт-бұрыш етіп турап аламыз. Достар, егер менің каналым ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдырыңыздар. Осылай майдалап төрт-бұрыш етіп турап аламыз. Етімізді турап болғаннан кейін енді көкөністерді тураймыз. Сәбізімізді, жуамызды барлығын осылай төрт-бұрыш етіп турап аламыз. Отбасы санына байланысты бұл көкөністерді көптеу қылып пісірсеңіздер де болады. Бұл тамақ өте дәмді. Көкөністерді ұнатпайтын болса, балдарыңыз қамырын берсеңіздер, өте тойымды тамақ. Картошканы де осылай майдалап төрт-бұрыш етіп турап аламыз. Барлығын турап болғаннан кейін қамырына кірісеміз. Қамырын еліктен өткізіп, жылы суға тұзды араластырып, қамырымызды илеп аламыз. Егер менің каналымда түскен жаңа рецепттерді бірінші көргіңіз келсе, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Сонда сіздер видеоны бірінші көретін боласыздар. Қамырымызды осылай әдемі етіп илеп аламыз. Илеп болған қамырымызды пакетке орап, жарты сағат демалдырамыз. Енді қазанымызға майды құйып, етті қора бастаймыз. Етті қорып болғаннан үстіне пиязымызды, сәбізді, картошкамызды салып, жақсылап қорып аламыз. Біраз қасық томат, жарты шай қасық тұз қосып, жақсылап араластырып, су құйып, астын басып қоямыз. Яғни біздің етіміз әдемі болып пісу үшін. Енді қамырымызды осылай үлкен етіп жайып аламыз. Шет-шеттерінің барлығы қалың болмау керек, жұқа етіп жайып аласыздар. Жайып болған қамырымызға шемішкі май жағып, барлық жерін майлап шығамыз. Майлап болғаннан кейін төрт-бұрышты етіп кесіп аламыз. Яғни біздің қазір қазанға салған кезде қамырымыз бір-бірімізге жабыспау үшін барлық жеріне май тию қажет. Осылай әдемілеп кесіп төрт-бұрышлеп аламыз. Осылай кесіп болғаннан кейін қазанымызға саламыз. Бұдан еш қорқудың қажеті жоқ. Қамырымыз бір-біріне жабыспайды. Қайнап тұрған қазанның үстіне видеода етіп, бірінің үстіне бірін салып шығамыз. Ас болсын.